осынау Самат ағамыздың үйіргелік жеріндегі алқабына келіп отырық. Бұл жер Отырар ауданы Көкмардан деген елді мекен. Осы Көкмардан елді мекеннің Самат деген ағамыз көктемнен бері сұрап осы үйіргелік жерге қияр ексем ба деп жүрген. Міне нәтижесін көріп тұрғанымыздай. Осыны қанша соттық жер? Енді оның бәріне егілген жоқ, бір 10 соттықтай жеріне егілді ғой, иә? Міне осы жерден осындай уже өнім теріп жатыр. Кештеу екті, бірақ нәтижесі бар. Міне мына жерде түсір жібер. Қиялан түсіп отыр. Тамшылатып егілген. Мінеке. Міне ішін бар қуыс жоқ ешқандай. Тұшы әдемі қияр. Жалпы Сәке, өзіңіз қалай? Бірінші үйленіп отырсыз ғой биылдықта? Оған екен бір ауыз айтып кетсеңізші. Иә, болады, құда қаласа. Ниет болса, бірінші ниет керек қой. Осы былтырдан 1-2 жыл болды, өзіңді көріп жүрген әлеуметтік жер арқылы өзіңнен сұрап, барып, танысып. Биыл бастадық, биыл алғашқы жыл енді. Жақсы, жаман емес. Құдай қаласа, келесі жыл бұдан да жақсы. Иә, Құдай қаласа. Ары қарай дамытып, жалғастырамыз. Енді Сәке, Құдай қаласа мына кәсібіңізге Алла береке берсін. 2 бөлім алуға тырысу керек те, осындай жерде. Мына жерде өзен бар екен, Арыс өзені. Ол тамшылатып егіліп отыр. Бұл жер өмір қолданылмаған жер ғой, үйіргелік жер. Құдай қаласа келесі жылы 2 өнім алуға тырысыңыз енді. Бастамасын көрсеттік, әлде де айтып тұрамыз ғой енді. Жалпы мына алғашқы өнімдері. Күздік қияр, өсуі жаман емес. Осы үйіргелік жерден де табыс табуға болады.